Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Біз бюро тобынан сұхбат алуға келдік. Ал жігіттер, бірінші әндерің емдейді деп аталады. Бүгінгі музыка, емдейтін музыка. Сенде болса да дерттер, өзіңе серттер, ешқашан тоқтама. Емдейді деген сөз ғой, енді музыкамен емдегілерің келді. Нәтижеге қол жеткізіп жатсыңдар ма? Шынымен де осы әндерің керемет шықты, шынымен бір жанымның жарасын жаздым деп жазып жатқандар бар ма? Олай ашық жазбаса да көп адамдар историясын салып белгілейді. Бүгінгі көңіл күйімді көтерді, бүгінгі күнімді осылар сәтті қылды деп көп адамдар атын шететіп салып жатады, белгілеп. Соның өзі емдеп жатыр деп түсінеміз біз. Солай ақ. Ол кәдімгі андай терең мағынада емес қой, кәдімгі ауырып жатқан адамды емдейді, біреу жараланып қалған соны емдейді емес, адамның көңіл күйін көтеру, көңіл күй сыйлау, бір күн сәтті қылу. Неге әннің ішінде музыка деп айтасыңдар? Ол кішкене латинский әуенге келеді ғой. Сондықтан солардың тіліне ұқсатқымыз келді, бір сөзді болсын, ең болмаса. Сосын ана есті алар үн екен негізі. Сендер оны есті алар үн деп айтасыңдар да, бір шынымен испан тіліндегі сөз сияқты. Оның бәрін қосып, өлеңнің мотивіне байланысты тексті өлеңге жатқыздық, әуенге жатқыздық, музыкаға. Сол кезде солай тез айту керек болды, есті алар үн болып естіледі. Оның үстіне ол атмосфера беріп тұрады, шынымен де кішкене келеді латинский әуенге. Ән қазақтікі ма, әлде басқа жақтан ұрлап алдыңдар ма? Ән қазақтікі, бәрін басынан бастап жазғыздық, мәтінінде солай. Өздерің ән жазып сөз жазасыңдар ма, әлде әзірге ол жолға дайындалып жатсыңдар ма? Жазамыз, бірақ оны әлі жарыққа шығарған жоқпыз. Жақын арада шығарып қалатын шығармыз, күз айына таман. Біз онымен ұзақ уақыт айналысқан жоқпыз. Қалай осы продакшнға келдік, содан бастап айналыса бастадық. Сол нәрсемен үйреніп кеттік, былайша айтқанда. Жай-жаймен шығып келе жатыр, әлі де үйреніп жатырмыз деп айтсақ. Білуімше, бұл ән 1 жылдан бері дайындалды, иә? Бұл ән 1 жылға жеткен жоқ, 4-5 айдай. Тексті қиын болды, Кришаға қазақ тілін сіңдіру керек болды. Әннің сөзін жазған жігіт те қазақ емес. Артем Брежнев деген қазақ тілді рэптер. Оны өмірде көрсеңіз, орыс деп айтпайсыз, таза қазақ жігіт сияқты. Бәрін өртедім, дым болмайдым, қалмайдым, болмай. Қалған әңгімелерім дымай. Қалған әңгімелерім дымай. Мен бәрін өртедім, дым болмайдым, қалмай. Бірақ Сәкен Майғазиевтен естідім ғой деймін осы сөзді. Ол кім ол Артем Брежнев деген? Неге барлық біздің жас әншілерді құртып жүр, улап жүр дейді. Зирузаның да әндерінің сөзін сол жігіт жазады екен. Сөздері бір нашар деп сөйтіп айтып жатыр. Үлкен ағалар дұрыс баға беріп жатқан жоқ ол жігітке. Маған поху қалғандарына, оларға да поху, менде амал барына, не амал жоғына, сол үшін базар жоғын. Келісесіңдер ме осы пікірмен? Біздің стильде ол заманауи тұрғыда жазып жатыр. Былай қарап тұрсаң, ескі көне сөздерді де, ескіріп кеткен сөздерді оны қалдырмай қайтадан жарыққа шығарып жатыр сол жігіт. Көбінесе көбісі естімен, ана өлеңде естіп жатып таңғалып жатады ғой, мынандай да сөз бар екен ғой, баяғыда айтушы едік қой деп. Сондай необычный дейді ғой, необычный сөздермен жеткізетін мәтіндерін солай жазады. Маған өз басым маған ұнайды, оның жазғаны. Түсінікті, басқа қандай ақындармен жұмыс жасап көрдіңдер? Әзірше бір-ақ өлең болғандықтан, басында бұл өлеңге біз үлкен ағаларымыз, осындай текст мәтін жазатын кісілерге де барып көрдік. Ринат ағамызға бардық. Ол кісіден, былайша айтқанда, ол кісінің бос уақыты болған жоқ. Біз күттік біраз уақыт. Сосын басында негізі қатып қалғам сол кісі, осы кісі жазады, күштіп жазып береді. Олай ешкім сынға да алмайды, қатты өзімізге де ұнайды, халыққа да ұнайтын бір мәтін болады. Сосын ол кісінің бос уақыты болмай, солай жағдай солай болып қалды. Сосын осы Луни туралы естідік. Сендер жас жігітсіңдер, өздерің айтып тұрсыңдар, ерекшеміз, түзу емеспіз деп. Неге үлкен буын өкіліне барып сөз сұрадыңдар ең бірінші? Ол кісіні мен қатты үлкен деп айта алмаймын. Жасы қатты үлкен болса да, көп жастарды сынап жатса да, ол кісі ішкі тұрғыда жастарды да түсіне алады ол кісі. Егер дұрыс бағытта болса, дұрыс жолда болса, ол кісі қолдайды. Алар тобының әндеріне көбінесе сол кісі жазады. Қатты
Иә, жастар үлкен кісілер сынап кететіндей де емес, қатты ескіріп кеткендей емес, орташа күшті қылып жазып беретінін білдік. Келесі әнді мысалы кімге жаздырмыз? Келесі әнді біз жаздырып қойдық, ол әннің мәтінінде дайын, әуенінде дайын. Өлеңнің әуенін сол бірінші өлең жазған кісі жасап берді, Оңғар дейтін кісі. Өңдеп те берді бәрін. Ал мәтінін Әнуар дейтін бала жазып берді. Фамилиясын ұмытып отырмын, Әнуар. Ақын ба ол әлде? Білмеймін, бірінші жұмыс істеп Рэй ма? тұрмыз. Блэкдейлдағы. Иә, Рэй. Түсінікті. Үйде бірге тұрасыңдар, иә? Иә. Насколько я знаю, готовит у вас Гриша. Я готовлю, потому что я делаю это лучше всех. Ну, просто я не могу принципиально такой сидеть, типа, готовьте вы тоже. Все-таки я люблю сам вкусно покушать, поэтому сам себе доверяю такую задачу. У меня мама, она работала раньше поваром, и как-то я всегда помогал ей на кухне. Я наблюдал за тем, как это все происходит вообще. И со временем, как будто, ну, не знаю, не было опыта, я не тренировался, просто видел, как мама готовит, и, в принципе, это мне дало такой большой опыт, что я на деле уже могу приготовить такое сам. Ну, вообще, очень интересно, что мальчик и умеет вкусно готовить, еще причем, ну, необычную кухню, по крайней мере, для нас, необычную. А салат ты умеешь готовить такие вот остренькие? Я умею делать... Оливье. Остренькое, да, острое оливье, да. Морковча могу сделать. Хорошо, Гриша умеет готовить. Азат, сенің қандай өнерің бар? Сен үйде не істейсің? Жұмыртқаны өлтіріп қуырам. Мен Ньютон тобынан сұхбат алған кезде маған айтқан еді, продюсеріміз бізге бір пәтер жалдап қойды, сол кісі тамақ істейді, сол кісі бәрін үйде жинап қояды деп. Сендердің продюсерлеріңнің мүмкіндігі жоқ па, әлде ол бәрін өздері істесін деп ойлай ма? Жоқ, мүмкіндік емес, ол білмеймін, ондай кісі біз керек етпейміз, ондай кісіні біз өзіміз жасай аламыз, жаспыз әлі, тамақ істеу қолымыздан келеді. Басқалардың қолынан келмесе де Гриша бар, үй жинай аламыз, ондай үлкен үйде тұрмаймыз. Талап етпейміз. Екеуің ғана тұрасыңдар, иә? Жоқ, 4 адам тұрамыз. Арсен бар, Риза бар. Бәрің бірге осы 7Q лабтың барлық мүшелері бірге тұрады, иә? Түсінікті. Онда ыдысты кім жуатыны белгілі болды. Жақсы. Вначале планировался проект с одним исполнителем, это был Азат. Ну вот, получается, к тому времени, когда мы познакомились, у Азата планировалась подготовка к дебюту. А как вы познакомились? Азат пришел ко мне на танцы, и после репетиции мы всегда с ним общались, и в то же время на репетиции заходил продюсер. Так мы все познакомились, и в целом некоторое время я начал замечать, ну, что на меня как-то внимание обращал продюсер, говорил вот про этот проект, объяснял мне, и со временем он спросил меня вообще о моих планах как артиста. Я сказал, у меня есть такая цель, я иду постепенно к ней пока что. Он сказал, вот я решил, через некоторое время он сказал, что решил сделать дуэт. К тому же мы с Азатом как будто, не знаю, дополняем друг друга. В чем-то он характером меня, получается, грубее, а где-то я мягче, и это балансирует. И он сказал, что вот я группу вижу в группе именно вас двоих, не знаю, не меньше, не больше. Ты до этого был в составе учеников Madman, да? Да. Ну вот, получается, когда я был в группе Madness, это называется группа, я тогда работал там хореографом, и у нас были выступления, но они были как работой, где-то на потанцовке, вот так. Так мы и выходили на сцену. Были у нас наши выступления, но это были своего рода как либо пати, по Казахстану вообще, либо это были соревнования какие-то, где мы вот в 2015,
какой 15-м? 17-м. На K-pop Star с этой группой заняли гран-при. Понятно. Трудно петь на казахском тебе? Да, непривычно в том плане, что ранее у меня мое окружение не приводило к тому, чтобы я разговаривал на таком языке. Все со мной разговаривали на русском, окружали русскоязычные люди. В школе я был тоже русской. Когда мне дали текст, в принципе, было чуть-чуть сложно в том плане, что некоторые буквы, таких нет букв в русском алфавите. Вот эти буквы натренировал со мной Азат. Он мне прям, я такой, он такой, я такой, и вот так. Сейчас уже ты говоришь спокойно, Да, мне уже стало легче с практикой, и в песне было сложно выговаривать вот все вместе. Я медленно мог все четко, правильно сказать, но когда это нужно было еще и спеть в определенном темпе, мне это было чуть-чуть сложно. Дебюттарың жалпы халыққа ұнады көпшілігіне, иә? Как сказать, орыс ілкіде. Я вначале волновался. Сөйлей алады екен. Жоқ. Бейнебаян түсірер кезінде қиындықтар болды. Бір күн ұйықтамай, келесі күнге ауысып кетіп, 2 тәулік ұйықтамай жүрдік. Сол кездерде болды, андай үміт үзіліп кетіп, қоя салайықшы. Что-то не то, дұрыс шықпайтын сияқты. Ладно, енді көреміз, бір болар дедік. Сосын жақында уже шығаратын кезде желіге жақындаған сайын қобалжу пайда болды. Қалай болады екен, қайта күніге қарап отырамын сол бейнебаянды. Халықтың көңіліне шыға ма, шықпай ма. Сосын бір күні шығарып жібердік. Уже басталды, адамдар неше түрлі сындар айта бастады. Біреулер мақтап жатты, бірақ көбінесе 90% деп айтсам болады, жақсы сындар болды. Жақсы мағынада, жақсы сөздер жазып жатты. Содан кейін ойлаймын, егер 90% жақсы положительный комментарийлар болса, значит ұнады. Ойдағыдай шықты. Әдетте керісінше ұнамай қалған әншілер тез танылып кетіп жатады. Сендерде өздерің бұйырамыз деп тұрсыңдар ғой, енді түзу емеспіз деп, бірақ бәрі түзу кетіп бара жатқан сияқты ма? Жоқ, білмеймін, біз әйтеуір көбісін хайп дейді ғой, хайп ұстау үшін көп адамның миына қонбайтын заттар істеп жатады. Біз олай, білмеймін, хайп іздеу үшін келген жоқпыз. Және біз ешкіммен бақ таластырып, біреумен жарысқымыз да келмейді. Біз өз алдымызға өзіміздің музыкамызды жасап жүре береміз. Ешкімде біздің шаруамыз жоқ, ал басқалардың бізде шаруасы жоқ, бұлан қалаймыз. Негізі музыканттардың бәрі солай болса деп ойлаймын. Өйткені білмеймін, көбісі қазіргі таңда бір-бірімен конкуренция дейді ғой. Бешіні бірін-бір жамандап атады, анадан озсам, озбасам деп. Ондай жоқ бізде. Музыка деп жатсың, Азат. Сен өте жақсы актерсің. Неге музыкаға соншалықты бет бұрып кетіп қалып жатырсың? Саған актер болған ұнамай ма? Мен басында музыканы таңдағам, кішкентай бала кезімде. Мен өнер мектебінде оқығам. Қазір өнер деген атын алып жатады, бірақ сол кезде өнер гимназиясы болатын. 138-ші Мүслім Базарбаев атындағы. Сол кезде 3-ші класс, 3-ші сыныпта оқып отқанда бір вокал пәнінен беретін апай сыныпқа келіп, өлең айтатын балдарды кастинг сияқты жасады, бір-бірлеп айтқыза бастады. Сол кезде мені ұнатып алып кеткен болатын өзінің сабағына. Содан бастап мен 3 жылдай айналыстым вокалмен, сахналарға шығып жүрдім. Содан кейін мен қатты қызығушылығым ашылып, ол кездерде Жігіттер квартеті, Асқар Жүнісбеков дейтін кісілер өте танымал болып жатқан, ол кісілердің өлеңдері де. Мен сол кісілерді көп көріп, сол кісілердің өлеңдерін айта беретін, қайталап, жаттап алып. Бір күні айтып отқанда апайым байқап қойды. Қиын өлеңдер болатын, ол менің жасыма, сол кездегі жасыма, ол мен үшін қиын өлең болатын. Сол кезде апайым айтты, сенде жақында мутация болады, тамағыңда, дауысыңда. Сенде саған бұндай ауыр өлеңдер айтуға болмайды. Мен қазір байқап отырмын, сен дауысың уже басталып келе жатыр. Сен әзірге тоқтата тұр вокалды 1-2 жылға, 1-2 жылдан соң қайтадан өзіме келесің деді. Ол 7-ші класс, 6-ші класста болатын, мен сол қойғаннан қойып кеттім. Ал 8-ші сынып, 9-ші сыныпта уже актерскийға, актерлық шеберлікке қызыға бастадым. Сосын Жүргеновқа түсіп кеттім, бірақ Жүргеновте қайтадан музыкалық білімімді жалғастырдым десе болады. Өйткені ол жақта тек қана әртіске оқыған жоқпын, музыкалық драма әртісі. Одноклассники деген фильмнен көрдім сені. Смотри, я сейчас к Апайке подкачу. А ты потанцуй.
она меня хочет. Тұтас алғанда маған ол фильм ұнаған жоқ. Әсел Садуақасованың барлық фильмдерінің ішіндегі ең онша емесі болды. Ал саған ше? Маған ішіндегі актерлар ұнады, өздерінің линиялары ұнады. Жалпы былай алғанда, тұтас алғанда, маған ұнады, өзім түскеннен кейін шығар деп атсаң, жоқ. Маған ұнады негізі. Өзім түсіп жүргеннен кейін ба, ол үшін ғана емес, мен жалпы өзім қазақтар кино жасағаннан кейін оны жаман деп айта алмаймын. Өйткені өзім сол салада жұмыс жасағандықтан болар. Мен тағы 5 жыл оқыр едім. Сен оңсыз да сыныптан сыныпқа әрең өтетінсің. Қуан енді. Бағдарламаның аты негізі сөккен әңгіме. Кімді сөгер едіңдер қазіргі шоу-бизнесте? Біреуді сөгу ол дұрыс емес деп ойлаймын. Мен жаңа айтып кеттім ғой, біздің ешкімге шаруамыз жоқ. Одан бөлек біреудің жасаған музыкасы біреуге ұнамай жатады. Халық оны түсінбей барынша сөгіп жатады. Ол негізі дұрыс емес. Ол сөкпес бұрын сол адамның жасаған музыкасын, сол музыканы жасаған адамның күйін ол кешкен жоқ. Жақсы, Азат, сен музыкант ретінде енді бастап жатсың. Актер ретінде сұрайыншы сенен. Актер ретінде де сол қарға қарғаның көзін шықмайды деп ше. Ешкімге бір жаман сөз айтқым келмейді. Ол музыкада ғана емес қой, жалпы адамдық тұрғыдан қарасаң, біреудің жасағанын сынауға болмайды. Хорошо, может, у Гриши есть Қызық болмады ғой. Те люди, которые могут критиковать, это те, кто уже в этом много опыта имеют. Не просто такая критика со смыслом, чтобы поучать. Вы сказали, что вы неровные, а ответы сейчас у вас очень ровные. Нет, в плане, смотрите, мы же не можем про кого-то сказать, что он плохой, если сами не лучше них. Окей, Гриша, я поняла. Теперь давай про хореографию всех групп певцов. Вот Да. я сейчас сказала, Азат, как актер, скажи. Ты как хореограф можешь сказать, вот хореография, да, есть, супер, нет, не очень, вот что-то в этом роде. Я не знаю. Ну да, я вообще не поняла, сами посмеялись, главное. Ладно, давайте это тоже вырежем. Не, я не буду это резать, это было супер. Сендердің жанкүйерлерің ренжіп қалмау үшін мен бір сұрақты міндетті түрде қоюым керек. Бастарың бос па деп сұрамай-ақ қояйын. Шоу-бизнесте, өнерде жүрген әртіс қыздардың ішінен ұнайтыны сендерге? Мен көбісін білмеймін, былай араласып көрмеппін, бірақ сыртқы келіп мен айта берейін. Көбісі айтады ғой, маңызды сырт емес іші деп, өтірігіңмен бе, сыртына қарайды көбісі. Айым Сейтметова, Эрика, жүзімдегі Эрика. Сосын Кристалс тобындағы жаңадан келген қыз Аида дейтін қыз, Муна. Гриша. Я еще никого так хорошо не знаю, чтобы судить. Ну, давай так спрошу, она должна уметь хорошо готовить или это вообще теперь не обязательно? Я думаю, что по-любому девушка должна уметь готовить. Должна быть не без всяких простая. Мне нравится простота в людях. Азат, сенде сондай талаптар бар ма? Мынау болу керек, мынау болу керек, мынау болу керек деген. Тамақ істей алса болды. Түрін қоя беріңізші деп жатса. Жаңа өзің айттың ғой, түрі маңызды, тамақ. Мен түрім жетеді екеумізге деп. Өзін қатты жақсы көретін бала. Жоқ, әзілдеп жатырмын. Тамақ істей алса, мен қолдайтын, мен де оны қолдаймын әрине. Мен кез келген бастамамда мені қолдайтын, маған қарсы келмейтін, ол енді одан емес менен зависит дейді. Оған ән айтып, би билеуге рұқсат етесің бе? Әлде сенің түбің Шымкент қой негізі, әлде орамал таққызып үйде отыр? Егер ол шынымен сондай өнер адамы болса, ән айтатын адам болса, билейтін адам болса, мен вообще тек қана қызды емес, өзімнің әйелімді емес, мүлдем адамдарға шектеу қойғанын ұнатпаймын. Сондықтан жоқ әрине. Түсінікті. Жігіттер, сұхбатымыздың уақыты аяқталды. Сендерге көп рахмет. Сізге де көп рахмет. Ваш фандом? Wins фандомына бұл сұхбат ұнайды деген сенімдеміз. Все, спасибо.